Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өскелең ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық шағы біздің жалпыұлттық міндетіміз дей келе 2022 жылды балалар жылы деп жариялаған болатын. Осыған орай Шымкент қаласындағы нөмірі 34-ші Ақжелкен бөбекжай балабақшасында қалалық семинар өтті. Инновациялық технологияны ұйымдастырылған оқу қызметте қолданудың тиімділігі мен білім салаларын сабақтастыру тәсілі атты тақырыпта ұйымдастырылған маңызды семинарға қаладағы бірқатар балабақшалардан жалпы саны 100-ден астам тәрбиешілер қатысты. Айта кету керек, Ақжелкен балабақшасының меңгерушісі Сәуле Керімбаева бұл ұжымға биыл ротация тәртібімен ауысып келген жаңа басшы. Ол жаңа ұжымға келген бойда білек сыбана іске кірісіп, еселі еңбек етуде. Ал бүгінгі кең ауқымда өткізіліп отырған қалалық семинарды жоғары деңгейде ұйымдастыруға да белсенді атсалысты. Осының алдында нөмір 19 Қызғалдақ бөбекжай бақшасында басшылық жасадым 7 жылдай. Ротация тәртібімен осында ауысып келдім. Міне 2 ай көлемінде жұмыс жасап жатырмыз. Міне бұл балабақша тірек балабақшасы деп аталады. Балабақшада 320 баланың орнына арналған. Дәл қазіргі уақытта 290 бала тәрбиеленіп жатыр. 60 қызметкер жұмыс жасайды. Біріншіден атап өтетінім, бұл жердің қызметкерлері өте тәрбиелі, өте еңбекқор, иманды, мінез құлықтарда өте тамаша деп айтсам, мен артық айтпаймын. Жұмыстың барлығы бірде, бірақ жаңағыдай ол жақтағы жасаған жұмысым бұл жерде де одан ары көбірек жалғастырып, барлығымен ауызбіршілікте ата-аналармен етене қарым-қатынасты жасай отырып, балаларымызды болашақта жаңағы барлығы білімді, тәрбиелі, саналы азаматтар етіп тәрбиелеуге үлесімді өзімнің жағынан қосамын. Сөзді байланыстырып сөйлеуге және шығармашылық қабілеттерін арттыруды түрлі ойындар арқылы және балаларды келешекте еңбексүйгіштікке, отансүйгіштікке, еңбекқор болуға, жауапкершілікті түсінетін және де өзін иманды болуға адами тұрғыда осы бүгінгі біздің жаңа өтетін семинарымыздың мақсаты өте зор. Азат шағын ауданында орналасқан нөмірі 34-ші Ақжелкен балабақшасы осыдан 10 жыл бұрын елді мекен бүлдіршіндер үшін пайдалануға берілсе, мұнда қазіргі таңда 290 бала тәрбиеленіп жатыр. Ал оларға саналы тәрбие және мектепке дейінгі алғашқы білім беру бағытында 60-ға жуық тәрбиеші еңбек етеді. Бастысы ынтымағы мен бірлігі жарасқан өнегелі ұжым бұл күнгі іс-шараларды жоғары деңгейде ұйымдастыра білсе, алдымен келген қонақтарға семинар бағдарламасы таныстырылды. Енді бұл балабақшаның ерекшелігі осы 10 жылдан бері істеп отқан балабақшадағы жұмысты айтатын болсақ, бұл балабақша мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологияны қолдану орталығы болып табылады, тірек балабақша болып табылады. Бұл жерде көптеген жаңа технологиялар қамтылып отыр. Өзі жаңағы әр жылына сай бізде әр жан-жақты технологиялар. Шетелден кем болмаймыз деп біз жан-жақты шетелдерге курсқа барғанда осы жердің басшылары курсқа барып әр жақты әдіс тәсіл алмасып отыр. Соның бірі қазіргі таңда бізде бұл жерде Монтессори технологиясы бар. Сонымен қатар степ-бай-степ тай-тай технологиясы қамтылған. Акты дегеніміз мұнда интерактивті тақтада балалармен жұмыс істеу, флипчат сабақтар көрсетеді. Сонымен қатар өзімізге балалардың математикалық ой өрісін дамытуда менталды арифметика өтеді. Сонымен қатар эко-конструктор. Одан кейін робот-ара, робот-мыш. Бұл технологияны қамтудағы біздің мақсатымыз балаларды жан-жақты ой өрісін арттыру. Осы ой өрісін арттыру барысында біз балалардың көріп отқан нәтижеміз жоғары деп айта аламын. Бір жағынан ата-аналардың бізге деген рахметі, ата-аналардың айтып отқан бізге жаңағы қуанышы. Әр ата-ана жұмыста қол тимейді, бірақ соған қарамастан бізде мынау әр жаңағы мектепке дейінгі мекемеде тәрбиешілердің тәлім-тәрбие беруінде стандартты орындау барысында тек қана жаңағы 5 саланы қамтып қоймай, жан-жақты осы технологияны алу әдісінде біз балаларды мектепке дайын деп айтамыз. Балаларды жан-жақты дайындап, мектепке біз дайындап ой өрісін арттыруда жұмыс істеудеміз. Ақжелкен балабақшасының базасында ұйымдастырылған қалалық семинардың мақсаты инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана отырып мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнының сапасын арттыру болып табылады. Сонымен бірге баланың коммуникативтік танымын, логикалық ойлау қабілетін дамытуға бағытталған. Бастысы әрбір баланың қоғамда ауызша қарым-қатынас жасау үшін сөзді байланыстырып сөйлей алуы мен шығармашылық қабілеттерін арттыруды түрлі ойындар арқылы қалыптастыру негізгі мақсат. Бүгінгі семинар жақсы өтті, көптеген әсерлі неде болдық, қызыма ұнады, әсіресе мимика ойлан тап дегені бар екен, жақсы ойын болды. Бірден тапты менің қызым, менің ымдап көрсеткенімді.
Өте тамаша болды. Жақсы көңіл күйде қайтудамыз. Ақжелкен балабақшасының ұжымдастығына басымды ием. Бұл жерде жаңа технологияның барлық түрлері бар. Біздің балаларымыз жаңа технологияның барлық түрлерін меңгеріп шыққан. Қазіргі таңда біз бүгінгі жас ерекшелігімізге сай тест тап ойынын ойнап шықтық. Балаға өте ұнады. Ол жерде өте карточкалар түрі өте көп, 88 түрлі ой салады екен. Бала тез, жылдам ойын дамыта алатындай жаттығу болды. Тағы да ойнауға ұсыныс тастап отыр. Және де бұл жерде бұдан да басқа технологияларды меңгеріп, білімдерін артылып, ертеңгі күні мектепке толықтай дайын десем де болады. Алғысым шексіз. Бүгінгі семинар туралы айтатын болсам, бізге өте қатты ұнады. Мен ұлым сол жерде отырып ойындарды қайтадан ойнайықшы, қазір ойнайықшы деп отыр. Ұлым бұл садикке келгелі бері өте қатты ашылған, апайларын бәрін жақсы көреді, барлығы жақсы деп отырады. Осы садиктен ақ келгелі бері барлық түстерді, санауды, өзі әріптерді де жазалады, өз есімін де жазалады. Енді апайлардың үйреткенін деп ойлаймын. Өте қатты ұнайды, бәрі ұнайды. Семинар барысында түрлі тақырыптар бойынша балабақша тәрбиешілері келген қонақтарға өз тәжірибелерімен және дәрістерімен бөлісті. Айталық баланы интеллектуалды дамытушы ойындар, спорт, денсаулық кепілі. Л әрпін айтуды жаттықтыру, ойнайықта ойлайық. Көктем тіршілігі, ғажайыптар әлемі. Білімді балалар, ата-ана мен балалар арасындағы психологиялық жұмыс тақырыптары кеңінен қамтылды. Ал қаламыздағы бірқатар мектепке дейінгі білім беру мекемелерінен семинарға келіп қатысушылар қамтылған тақырыптардың маңыздылығы мен ұйымдастырылу деңгейін жоғары бағалап жатты. Балаби, Бөбекжайынан келдім. Бүгінгі Ақжелкен балабақшасында ұйымдастырылған психолог Тасболатова Майра ханымның тренингіне, семинарына қатыстым. Өте тамаша ұйымдастырған оқу қызметі ата-аналармен және балалармен бірге жүргізілген жұмыстары керемет ұйымдастырылды. Балалар белсене қатысты, мольбар тастарымен жұмыс жасауы және түстерді ажыратуы өте керемет өтті. Балалардың тіл байлығын, сөйлеуін дамытудың өзі бір керемет нәрсе. Ол Майра ханым республикалық және облыстық тренингтер жүргізіп жүрген мықты маман. Ол кісіге алдағы уақытта сәттілік тілейміз, жұмысына, еңбегіне табыс тілейміз. Өте тамаша ұйымдастырған семинар өтті. Ақжелкен балабақшасының ұжымына үлкен алғысымыз шексіз. Менің балам жанұя бөлмесіне келеміз аптасына бір рет. Біз қазір бақшаға дайындалып жүрміз. Ол біз аптасына бір рет келген өзіне балам ашылды, түстерді үйренді, сандарды үйренді, өте жақсы, апайларына мейірімді, апайлар барлық жаңа технология бойынша сабақ өтеді. Балдарымыз асығады сабаққа келуге. Мерекелеріне шақырады бізді де. Біз осы балабақшаға келіп жүргенімізге 3 жылдан асып жатыр. Бұл балабақшаның интеллектуалдық барлық жағынан балаларға деген ықыластары тәрбиешілердің өте жоғары деңгейде. Бүгінгі ұйымдастырып отқан семинардан біз өте көп нәрселер балалар үйренді және көп өзімізде ой түйіндедік. Біз бүгін мольбар тастары арқылы жұмыс жасадық. Мольбар тастарының балаларға өте пайдалылығын және ой қабілеттерін өсіретінін түсініп отырмыз. Осы Ақжелкен балабақшасына біздің алғысымыз өте шексіз. Семинар барысында қамтылған тақырыптар және соған сай өткізілген ашық дәрістердің негізгі міндеті тәрбиеленушілердің сөздік қорын, логикалық ойлау деңгейін дамыту болып табылады. Сондай-ақ әр баланы өз мақсатына жетуге, командада жұмыс жасауға және жауапкершілікте тәрбиелеу бағыты да негізгі мақсаттың бірі. Осы орайда семинар барысында психологиялық тренингтерде ұйымдастырылса, шара соңы Ақжелкен балабақшасы ұсынған әрқашан күн сөнбесін тақырыбындағы концерттік бағдарламаларға ұласты. Абай Омаров, Ғалымжан Мамытов, Бақыт Бәйменов, Мәди Жаппарханов, Кемел арнасы.